Қайырлы күн достар баршаңызға. Бүгін ең оңай әрі дәмді әрі тез жасалынатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керек заттар ол 2 жұмыртқа, 150 грамм қант, майонез және ұн, одан кейін қопсытқыш қажет болады. Біздің ыдысымыз құрғақ болу керек. Ең бірінші 2 жұмыртқамызды салып, оның үстінен қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенге дейін мұқият жақсылап араластырып аламыз. Бұл пирог өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Өте тез дайындалады. Одан кейін үстінен майонезімізді салып, 1-2 минут жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Пирогымыз біркелкі және сочный болып шығу үшін жақсылап араластырып алуымыз қажет. Достар, егер сіздерге видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма қолдау білдіріп қойсаңыздар болады. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кезекте ұнымызды алып, міндетті түрде електен өткізілген ұн болуы қажет. Оның үстінен қопсытқышымызды қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Осы арада духовкаларыңызды 160 градуста қыздырып қоя берсеңіздер болады. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде аз-аздан салғанымыз дұрыс, себебі арасы іртік болып қалуы мүмкін. Барлығын бірден салатын болсақ, біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналымда тағы да басқа видео рецепттер бар. Соларды қарап, жасап көрсеңіздер де болады. Мінекей дайын болған массамыз қоюлығы айранның қоюлығындай болып шығады. Келесі кезекте формамызды алдын ала сары маймен майлап алсаңыздар болады. Дайын болған массамызды жақсылап барлығын біркелкі етіп құйып аламыз. Мендегі форманың диаметрі 22 см. Сіздер қалаған формада пісірсеңіздер болады. 20 немесе 22. Дайын болған массамызды осылай аздап сілкіп жіберіп, қызып тұрған пеште 160 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз пісіп шықты. Шпажкамен тексеріп көрсеңіз болады. Егер шпажка құрғақ шықса, демек пирогтың дайын болғаны. Бұл пирогты бисквит секілді арасына крем жағып жинасаңыздар да болады. Өте биік әрі дәмді болып шығады. Үйдегі бар заттардан жасауға болады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнады деген ойдамын. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған сымбат.